Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдарламалық мақаласы аясында түсіріліп жатқан Төле би туралы тарихи фильм аяқталуға жақын. Сақ киностудиясы түсіріп жатқан туындының бүгінде Түркістан жерінде орын алған оқиғалары таспалануда. Облыс әкімінің қолдауымен жарық көргелі жатқан дүние қашан аяқталып, көрермен назарына ұсынылады. Түсірілім алаңында болып қайтқан Мақсұт Жарылқасын тарқатып айтады. Түсірілімі биыл басталған тарихи туынды негізінен қазақтың сөз өнерін дәріптеп, әдемі емес әділ сөзге тоқтай білгенін баяндайды. Сонымен қатар өз заманында туралығымен көзге түсіп, қазақтың төбе би атанған Төленің 9 жасынан бастап билік айтып, әрқашан әділ шешім шығарған көрерменге көрсетеді. Сол үшін бүгінде Сақ киностудиясының ұжымы барын салуда. Жергілікті қазынаның қаражаты жұмсалған туындылардағы рөлді сомдап жатқан актерлардың барлығы да жергілікті. Мәселен, Төленнің жігіттік шағын шымкенттік жас актер Абзал Төленов сомдауда. Басында би бабаның рөлін ойнау туралы ұсыныс түскенде, қуанған жігіт түсірілім кезінде аздап қиындық болғанын айтады. Ол кісінің рөлін сомдау туралы естігеннің өзінде кәдімгі қобалжу болды. Бірінші кезде қуаныш болды енді. Төле бидің рөлін сомдайын деп. Ал алғаннан кейін, қолыма сценарий тастағаннан кейін, ол нәрсені сезіну, барлық бабамыздың айтқан сөздерінің ауырлығы ол деген енді оңай емес. Бірақ сонда да дайындалып, ол кісі туралы зерттеп, кітаптар оқып, Төле бидің тарихы туралы қандай болған, қалай жүрген, қалай тұрған деген сияқты. Содан енді осындай жаймен образ шығарып ойнап жатырмыз, бірақ қазірдің өзінде ауыр. Бүгінде Түркістанда Төленің Тәуке ханмен болған кездесулері және сонда айтқан шешімдері таспалануда. Бұдан кейін түсірілім тобы Алматы мен Ташкент қалаларына аттанады. Себебі аталған жерде Төле бидің табаны тиген. Ал тарихи туындының соңғы сәттері 300-дің басы қосылған Ордабасы тауында түсіріледі. Негізі бұл Төле би туралы фильмді түсіру мақсатымыз Ордабасыны көтеру. Ордабасыда 300-дің басы қосылып, жоңғарларға қарсы мықты соққы беріп, сол кездерді біз көрсетеміз. Осы фильмнің ең соңында, финалында кәдімгі мынау сабалақ болып жүрген Абылайдың жекпе-жегін көрсетпекшіміз. Және де осы жоңғарларға берген соққысы, сол жердегі билердің халыққа айтқан насихаты, солардың бәрін біз көрсетіп өтеміз. Негізінде бұл фильм 10 сериалы болады деп жоспарланған. Алайда Бибі бабаның өткен жолын таспаға басқан топ туынды көлемінің көптігін айтуда. Бүгінде түсірілім жұмыстары бел ортасынан асқан. Фильм бұйыртса жыл соңына дейін монтаждалып бітеді. Ал көзі қырақты көрерменге келер жылы жол тартады деп күтілуде. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Мақсұт Жарылқасын, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.